Пойыздағы мазасыз түн. Пойызға біреуді шығарып салсам, қарадан қарап көңілім құлазып, өзім мінсем, сол кеткен жағымнан оралмайтындай бір алаң кіретіні бар. Рас, түсініксіз сезім. Қашанғыдай көмір мен майдың, қолаңсасы аралас ащы тердің, бұрыш-бұрышты жайлаған зәрдің, Астанаға жақындағанда жұрт үстіне асығыс шашқан арзан әтірдің иісінің қосындысы вагон үшін тұтып қалыпты. Қостанай Алматы пойызы жұлқып барып, жолаушылардың екі қадақ қуанышын, мың жылғы мұңы мен зіл батпан қайғысын ішіне сыйдырып қозғала бастағанда, сыртта Астананың соғық желі соғып тұрған. Бірте-бірте перрондағы қимай қарап тұрған жанарлар жалт етіп, бұлғанған қолдар ауа қармап, ауыздар жыбырлап әлдене деген күйі, кірі бес батпан терезеден жым-жылас жоғалып, шалқасынан жатқан дала көрінді. Иреңдеген алып құрт бірте-бірте қарқын алып, суық желді қақ жарып жүйткіп келеді. Сырты ағал-жағал, мыжырайған жалғыз үйлі разъездерге көз тоқтатып үлгермейсің. Алыстан көзге шалынатын қазақ ауылдары соғыс көргендей тым жүдеу. Әйтеуір қазаққа бұйырған нәрсенің бәрі көнетоз, жүдеу, әрі мұңлы күй кешіп тұратыны несекен де ойлайсың. Тек салқын самалға кеудесін тосып тыныстап, момақан жатқан дала ғана жаңалау көрініп, қай өңір, қай облыстың тұсында келе жатсаңда, қыраты мен белі көзге жылы ұшырайды. Купедегі үш әйел де жайғасып үлгеріпті. Қасыма ер адамдар түспес екен деп тілеп келіп едім, жолым болғыштығына ішімнен қуанып қоям. Шашын сарыға боятса да, онсы өңін аша қоймаған қараторы келіншек пойыздың тербеткеніне рақаттана маужырайды. Үстіне сепкен әтірінің иісі нәзік екен. Өзара күбірлесіп сөйлесіп жатқандарына қарағанда, қасындағы ыстыразы жапсырып әдемілеп, мұқият әрлеген ұзын тырнақтары мен телефонының бетін тауықтың жем шоқығандай тық-тық басқан толық сарысы құрбысы болуы керек. Қарама-қарсы отырған әйелдің түр әлпеті адамның есінде қала бермейтіндей қарапайым, шашын тым қысқа қидырған бидай өңді, көзінің аста аздап көгіс тартқан қыр мұрынына жұқалтаң еріндері үйлескен арықша әйелді қазақтың бейнеті көп келіншектеріне ұқсаттым. Ол терезеден бір ауық көзін аударып, арасында мен жаққа қарағыштап қояды. Екі құрбының өзара күбірлескені болмаса, өзгеміз үнсізбіз. Негізі пойызда танысып, арқа-жарқа әңгімелесе кеткенді ұната бермеймін. Бәрібір былай шыға бере, ол адамды ұмытып қаласың. Әрі оның қандай адам екенін де білмейсің. Бір көрген адаммен отыра қалып шай ішуде, қалай болғанда да өзіңмен өзің болғанға жетпейді. Өзімен өзі болатын тыныш адамдар ұнайды. Сықпытына қарасаң, кәрі шешеммен құрдас көрінетін болтық, матрас төменге сырғи береді. Ішіндегі мақтасы түйіртпектелген жастықты алып, вагонның жиылырып тұрған бұрышын бітеген болдым. Сілкімей-ақ 40 жылғы шаңы ақтарылған алаша секілді, ұсқынсыз қоңыр жамылғыдан пойызға мінген сайын көзім ұшынып, конъюнктивитке айналып кететінін ойлап, оны әрірек ысырдым. Адам жас уағында жайлылыққа онша мән бермейді. 20-дағы кезімізде күй талғау, ұйқысыздық дегенді білдік пе? Шамасы үлкенді кірейін деді ме? Пойызға мінсем, бабым табылмай мазам қашады. Енді ертең қашан болады деп мөлейіп отыру ғана қалды. Сағат ертеңгі 10 болмай мінсек те, уақыт түске енді тырмысып келеді. Соны Аяконың «Синева небес» деген кітабының біраз жерін оқып тастаған едім. Шығарма қанша қызықты болғанымен, телефоннан оқығанда, кітапты қолға ұстап оқығандай ләззат ала алмайтының болмаса, ұзақ жолда бұл да ермек. Сәлден соң, екі құрбының тамақ ішпек болған ыңғайларын байқап, дәлізге шықтым. Ере шыққан бидай өңді келіншек әжетхана жаққа кетті. Одан тамбурда теріс қарап ұзақ тұрды. Пойыз рельсті қаттырақ ұрғылап жатса да, көрші купедегі әңгіме анық естіліп тұр. Бейтаныс жігіт қасындағы 2-3 бозбалаға өзінің қыздарды қалай айналдырғанын жырғылып айтып жатыр. Тыңдаушылар да оған жел беріп, қосамжарласып қояды.
бір купеден корей сәбізінің, біреуінен Қытай кеспесінің иісі шығып тұр еді. Купелес әйел иығын қушитып, басын төмен салып, құнысқан күйі қасымнан өтіп кеткен кезде мұрныма спирт иісі келгендей болды. Купедегі орным жоғарыда болғаны мұндай жақсы болар ма? Бидай өңді келіншек жұпынылау ауқатын алдына алғанда, мен де орныма отырып қораптағы айранды іштім де, қолыма алма алып, оқуды жалғастырдым. Ұсақ әріптер көз алдымда жыбырлай бастаған. Бір уақытта көзім ілініп кетіпті. Оянып басымды көтергенімде, бидай өңді әйел қуанып кеткендей болды. Рақаттанып ұйықтадың ғой, жаңа жаңбыр жауды. Танымаса да, жасы үлкендігіне салып, сен деп сөйлеген әйелдің даусынан бір қуаныш лебі сезіледі. Жаңбыр жауғанына, қуанғанына қарағанда, көптен дала көрмеген, бәлкім ұзақ уақыт ауруханада жатқан адам шығар. Әйтпесе вагон терезесіне тамшы жабысқанын мен де көргем, бірақ соған мән бермегем. Төменге түсіп отырдым. Манағы құрбылар Инстаграмдағы біреулердің аккаунтын талқылап, интернет дүкендердің тауарлары туралы айтып отыр. Осы пойызға мінгенде уақыттың баяу жылжитыны несі екен? Бидай өңді әйел тағы да өзінше байқатпай жүзіме барлай қарайды. Жүзінде осыны қайдан көрдім деген сұрақ бар. Сіз мені біреуге ұқсатып отырсыз-ау, дедім шыдамай. Қайдан білдің? Түстен бері қарай бересіз. Бір жерден көрген сияқтымын. Зонада болған жоқсыз ба? Жайбарақат отырған екі әйел біз жаққа жалт қарағандай болды. Әйелдің осы сөзі оның жүріс-тұрысының, киімінің, бет-әлпетінде тұрған уайымының неге өзгеше көрінетіндігінің жұмбағын шешіп бергендей болды. Зона дейсіз бе? Түрмені зона дейтіні ойыма түсті. Жоқ, Құдай сақтасын, болған емеспін дей жаздап барып, жұмыс бабымен бір-екі рет барғаным есіме түсті. Болған бір-екі рет. Бұл жауабым өзіме әрі тосын, әрі қызық көрінген. Оның үстіне тар жерде зерге бастаған едім. Менің жауабымды естіген екі құрбының көздері бақырайып кеткенін көргенде, ішімнен аты жөні жоқ бір күлкі қыстамау. Статья қандай? Бірдеңесінші статья дейін десем, ол жағын біле бермейтін болғасын үнсіз қалдым. Онымды әркім өзінше түсінді. Түзету мекемелеріне журналист ретінде барғанымды сәлден соң айтармын деп ойлап қоям. Әйел купеден шығып, 10 минуттай кідіріп қайта келгенде арақ иісі мүңкіп кетті. Дүнияда ішкен адамды жек көрем. Мас адамнан қорқатыным да бар. Оның үстіне әйел адамның арақ ішкені не сұмдық. Өзі зонадан шықса, ал не істесек екен деп екі құрбыға қарап қоям. Олар ештеңе елемегендей, қасымдағы көршім арақ ішеді екен деп жол серікке барып шағым жасауда ыңғайсыз. Өзі артық ауыз сөйлеп жатқан жоқ, өзімен өзі. Сонда да ішімнен дәл осы купеге отырғаныма өкіне бастадым. Бір ойым, мүмкін бұл әйел шынымен де мені біреуге ұқсатқан шығар. Болмаса әңгіме болсын деп жай айта салған шығар. Ал өзі сол жақта аспаз, не күзетші болып жұмыс істеуі мүмкін ғой десе, бір ойым, әншейінде ізгілік, әдеттілік туралы мақала жазасың, енді несіне жиырылып отырсың? Өмірде әділетсіздікке тап болған адамдар да болады. Бұл әйелде қателесіп жаза басқан шығар дейді. Телефонынан көзімді алмаған күйі, купелесің ұнасын ұнамасын шыдау керек, ертең таңда Алматыға түсеміз ғой. Бар жоғы 12-13 сағат. Қазір ұйықтаймыз, сосын оянғанда таң атады, ас қалды деп ойлап, өзімді жұбатып отырдым. Сәлден соң купеден шығып кетіп қайта кірген екі келіншек жиналып жатты. Тоқтайтын станциялар жақындаған шығар деп ойладым. Бізден аулақ кетті деп мырс-мырс күлді қысқа шашты әйел олар кеткен соң. Неге? Зонада болғанымызды білді ғой. Әйелдің сөзін ұнатпасам да, ол екеуінің осы купеден шығып кеткенше асыққандарын өзімде байқағандай едім. Тап осы сәтте бір көңілсіздік билеген-ай. Біреулердің сенен үркіп, не секем алып кетіп қалғаны сонша жақсы әсерге бөлемейді. Оның үстіне мына әйел де ұнамай барады. Сонда мына купеде осы кісімен оңаша қалғаным ба? Үстінен әлдебір иіс шыға ма? Өзінің түрі де біртүрлі көнетоз. Өзінше мені жақын тартып қоятынын қайтерсің. Мен сіз деп сөйлесем де, сен деп. Қайта манағы екеуінің болғаны жақсы еді.
Енді келесі станциядан біреулер мінсе екен деп тілеп отырдым. Тап осы сәтте манағы босап қалған орнынан аңқылдап ақтарылып әңгімесін айтып шайға қанбайтын кәрілеу қазақ кемпірін, болмаса бала көтерген жас отбасын көргім келді. Баласы кішірек болса ойнатар едім. Қайтадан оқып жатқаныма үңілдім. Осы жапондар әңгімеші халық қой деймін. Әйтеуір танымал 6-7 авторын білем, баурап әкетеді. Кобе Абе дегені сөйлеп кеткенде қазақ болып елестейтінін айтсаңшы. Сюгоро Ямамото деген қариясы да сезімтал көрінеді. Ал соны Аяконы, психологияны ерекше меңгерген жазушыма дедім. Әйтеуір сендіріп иландырып баяндайды. Өзі өткен ғасырдың басында өмір сүрген жазушы әйел. Осы кезде қасымдағы әйелдің даусы ойымды бөлді. Ештеңе етпейді сіңілім, оңаша қалдық, өзіміз отырып шай ішпедік пе? Осылай деп, бұрын астынан мырсылдай күлген әйел ортамызды бөліп тұрған үстелдің үстіне бір жартылық қойды. Манадан бері кіріп шыққан сайын ұртап келіп жүргені осы болу керек, ішіндегісі ортасына түсейін депті. Шеті кертілген шұжығы тағы бар, бір түрлі сескенейін дедім. Сұрамастан менің кружкамды алып арақ құя бастады. Кешіріңіз, сұрамайсыз ба? Мен ішпейтін едім. Қой, қаяқтағын айтасың? Зонадан шығып ішпеймін дегеніңе кім сенеді? Бұл сөз мені тіпті басып, жаншып тастағандай болды. Өзімше түзу жүріп тұратын адаммын деп жүргенде, зонадағы адамға ұқсатқаны да, кружкама шөпілдетіп арақ құйғаны да жыныма тие бастады. Мен зонада болғам жоқ. Неге, жаңа ғана болдым деген жоқпысың? Жай айта салғам, журналистпін, түзеу мекемелеріне репортаж жасауға барғам. Әйел аузына апарған арағын толғап бір жұтты да, бет аузы жиырылып барып, ернін шүртейткен күйі, езуін сүртіп, маған қарап отырып қалды. Әйел баласының арақ ішкені қандай сұмдық көрінсе екенін жақыннан көрдім. Түзеу мекемесі дейді ғой, әлдеқандай қылып. Зона десей, Петропавлда ма? Қайдан білдіңіз? Бәсе айттым ғой, бір жерден көрдім деп. Ол бір алақанын екіншісіне шарт еткізіп ұрды да, шөлмектен өзіне тағы аздап құйып алды. Мен өзімді еркектің қасында отырғандай сезіндім. Ішім суып бара жатыр. Осы сендер сотталғандарды телевизорға сүруге ұялмайсыңдар ма? Бала шағалары көреді-ау, ұялады-ау деген жоқ. Әйел маған ұрса бастады. Жоқ, біздікі телевидение емес, фотоға түсірдік. Бұл жауабым оның одан сайын ашуына тиді. Аха, тіпті жақсы, тіпті керім, жақсы жасайды екенсіңдер ғой онда, деді екіленіп. Сендер суретке түсіресіңдер, сосын оны газетке, түрлі түсті журналға басасыңдар. Ал олар сол кезде ішінен жылап тұрады. Соны неге түсінбейсіңдер? Жұмыс қой, министрліктің тапсырмасы болады. Даусым ақталғандай шықты. Мен осы әйелден қорқып отырған жоқпын ба, деп ойладым бір сәт. Бірақ несіне қорқамын, маған не істей қояр дейсің? Біз оларды суретке тура қаратып түсірмейміз ғой. Киім тігіп, не жөке тоқып отырғанда жанынан кім екенін көрсетпей түсіреміз. Әй, қойшы, деді қолын сілтеп. Манағы тым-тырс отырған әйел батылақ. Мен орнымнан тұрып төсегіме жатпақшы болдым. Әлі ерте ғой, тал түстен жатпақсың ба? Ақыры журналист екенсің, әңгімелесейік те. Қараңғы түскенімен сағат әлі 9-да болмаған екен. Мына әйелдің жайы белгілі болды. Енді өзімді қалай ұстасам екен деп отырмын. Мынадан кейін сөмкеңді, заттарыңды қалдырып, купеден шығып кету де, болмаса теріс қарап жатып алуда бір қауіп ойлата бастады. Журналист екенімде бекер айттым, не жыным бар еді, мақтанғандай болып, зонада болдым деп, аузымнан жазып, ал саған керегі осы болса деп, ішімнен өзіме ұрсып, кәдімгідей өкіне бастадым. Әй, аузым-ай, қап, қарап отырмай қағынып, қап, жол серікке барып, басқа орын сұрасам бекен, бірақ оған тым кеш болып кетті. Оның үстіне басы арты орын бола қояр дейсің бе? Не болса да, өзіне сескеніңкіреп қалғанымды білдірмейін деп, сөмкемнің қалташасынан шекілдеуік алып, орныма қайта отырдым. Әйел дәлізге шығып кетіп, шылым сасып қайтып келгенде, терезеге үңіліп, қарауытқан ағаштарға қарап отыр едім. Айтпақшы, атым Жанар, жанып тұрған қыз болсын деген шығар, бірақ жанбай түтіндеп, бықсып сөніп қалдық қой. Осы сөзін мыңыншы рет қайталап отырғаны
оның әбден жалыққан дауыс ырғағына білініп тұрды. Уақытты қалай өткізсем екен, кітап оқи беруге купенің шамы қауқарсыз, телефонның қуаты да таусылып барады. Сонда сотталғандардан сұхбат аласыңдар ма? Не жазбақ болып барасыңдар? Енді пробация, еңбекпен түзеу, жалпы ізгілендіру бойынша жасалып жатқан қадамдар. Мен өзімнің миымның бір қалтарысында жатқан жаттанды сөздерді айта бастадым. Әй, қоя берші, ол тағы қолын сілтеді. Бәрі өтірік, сол өтіріктеріңнен өздеріңде жалықпайсыңдар тегі. Бұдан әрі оның әңгімесін тыңдауға да, сөйлесуге де зауқым болмады. Апам, не болса да жалпы вагон жақсы, адамдардың бәрін көріп отырасың. Неше түрлі адаммен танысып, шайыңды ішіп қауқылдасып, әрі қауіпсіз дегенде оның сөзіне күлгенім есіме түсті. Ақтарылып аңқылдап жүретін ауыл адамы оңашалықтың, өзіңмен өзің болудың рақатын түсінбейді деп ойлағаным да бар. Ал саған оңаша купе керек болса, 1 сағат өтті. Манағы кетіп қалған 2 әйелдің орнына басқа жолаушылар келер мекен деген үмітім де адыра қалатын түрі бар. Әлде жол серікке барып, бізде 2 адамға бос орын бар деп айтып келсем бе екен? Менен сұхбат алмайсың ба? Журналист болсаң, бірақ байқа, мен айтты деп бір ауыз өтірік қосушы болма, сендерді білем ғой. Мына әйел қызып қалдау, әрі қарай не болар екен деп отырмын. Бұдан әрі іше берсе қайтем? Ол аяғын жинап, бір сүңкіре отырды. Одан қайтадан аяғын созып төмен жіберіп, біресе шалқайыңқырап, біресе столға жантайып, қолымен жағын тіреп. Өмірімде бірінші рет журналистке сұхбат берейін деп тұрғаным еді. Көрмейсің бе? Тіпті қалай отырарымды білмей отырмын. Бұл жолы жас қыздар секілді сыңғырлай күлді. Неден бастасам екен? Енемді сағынғанымнан бастайын. Енем дегенге ептеп ішім жылайын деді. Енесін сағынатын келіндер тек Қазақта болатын шығар. Енеңіз Алматыда тұра ма? Жоқ, қайтыс болып кеткен. Арты қайырлы болсын дедім, кідіріп барып. Ол ойланып кеткендей болды да, шынымен сұхбат беріп отырғандай түрмен әңгімесін бастады. Ақыры ұйқыға ерте екен, басқа баратын жерімде жоқ, сапарластың әңгімесін тыңдайын дедім. Алматы, сағындым бәрін, енемді. Ол осылай дегенде, әр сөзінен соң кідіріс жасап отырды. Жүзінен әділетсіз өмірдің дәлдеп атқан оғы, жырым-жырым еткеннен қалған өкініште, қоздап жаналмай біржола өшкен өкпе де байқалмайды. Тек шаршаңқы күйі бар. Түкпір жағына картоп, бергі жағында гүл егілген үлкен ауладағы аласалау шағын тамда күйеуім қызым үшеуміз, ал сырты ақтаспен өріліп, қызыл кірпішпен 3 қатар өрнек жүргізілген еңселі үйде енем жалғыз тұратын. Осылай деп бастады да, жанарын менің басымнан асырып әлдебір нүктеге қадап отырып қалды. Осы сәтте өз қиялында сол өзі айтып отырған аулада жүргені анық еді. Біраз отырып барып, сөзім баяу жалғады. Даусындағы манағы маған зекіп сөйлеген қатқылдық жоғалып кетіпті. Арасында үйін барып жинап кетем. Үлкен үйде жинап шығу 60-тың үстіне шыққан әйелге оңай емес. 2-3 дүкені бар коммерсант қой. Жұмыстан өле шаршап келеді. Мен үйдемін, әрі көп шашылмайтын, кең үйде жинау да бір рақат. Біздікіндей қолың төбеге тірелетін, киім ілгіште, тамақ үстелі де босағада қалған. 2 аттап төрге жетіп баратындай емес, кіре берісі кең, ас үйдегі жиһазының түсі де ашымды. Шағын той атқарып жіберуге болатын қонақ бөлмесі де, жатын бөлмесі де әдемі. Енемнің талғамы жақсы еді. Түс қағазын да, жабын жиһазын да үйлестіріп таңдаған. Бұл үйді қайнатам марқұм 2 жыл жүріп салдырыпты. Осы сен адам бұл дүниеден кететінін сезеді дегенге сенемісің? Солай деп айтқан мысалдарды естігенім болмаса, бой жазады деп айтады ғой. Енем сол күні біртүрлі басқаша көрінген. Есімде ғой, сол күні сенбі болатын. Енем үйге асқа келді. Немересін еркелетіп отырып, біз мүлдем күтпеген жаңалық айтты. Жаңа ауданда салынған 2 қабатты үйді көріп келдім. Қасына мектеп те жақын, бәрінен бұрын моншасы мен гаражы бар, бағасын келістім деді. Бізді таң-тамаша қылып. Бағасы қанша екен? Деді ұлы, сорпа сораптап отырып. Ұлы дегенім менің күйеуім ғой. $200,000 болады. Мәс саған,
Ондай ақшаны қайдан аламыз? Мемлекеттік мүлік департаментінің жай маманы болып жұмыс істейтін күйеуім үйдің бағасын естігенде шошып кетті. Тіпті сорпасына шашалып қала жаздады. 2000 жылдардың басында $200,000 деген тю-тю әйел мойнын қолмен сызып ысқырып қойды. Көп ақша еді ғой, жаңа үй сатып алам деп жинап жүрген ақшам бар еді. Әкең қайтқалы да 5 жыл өтті. Қашанғы бөлек-бөлек отырамыз, бірге тұрайық. Жаңа үй өзіме ұнады. Ертең бәріміз барып көріп келеміз, деді енем. Маған да бөлме бола ма? Дейді біздің қыз қуанып. Болады, сенің де бөлмең болады, деп қуантып қойды әжесі немересін. Мына үйді сатып алатын адам да табылып тұр. Ол кісі де бала шағалы, бір ауладан 2 үй іздеп жүрген адам екен. Құдай сәтін салайын десе, талай жылғы еңбегім енді бір жақсы үйге шығатын кез келді. Былайғы кезде қаталдау, состылау көрінетін енем сол күні ерекше көңілдеді. Өзінен өзі мейірімі көлгөсір болып, немересіне еміреніп, ондайын байқамаушы едім. Рас, ақтарылып әңгімесін айтып, немересін еркелетіп, түннің бір уағына дейін отырып, ұйқыға кеш жатты. Ертеңіне жексенбі, әншейінде ерте тұратын енем таңертеңгі шайға келмеді. Күйеуім оятуға барып, есігінің қоңырауын басып, мамам әлі ұйықтап жатыр, жұмыстан қатты шаршаған екен деп қайтып келді. Түс болуға таяғанда тағы кетіп еді. Бір кезде айқайлаған даусы қатты шықты. Жанардың бет-әлпетін бағып отырған күйі бір сұмдықтың болғанын түсіндім. Шекілдеуікті былай алып қойдым. Ойбу, жүректен кеткен бе енеңіз? Жоқ, енемді кілемге орап тұншықтырып, мұрыннан қан кеткенше тепкілеп, әбден қорлаған. Әйтеуір адам көретін жері жоқ. Бірнеше қабырғасы сынып, тіпті сынған 2 қабырға өкпесіне кіріп кеткен дейді ғой. Кеше ғана әдемілеп жинап қойған үйдің әптер-тәптері шыққан, шкафтарды, комодты ақтарып, бар дүниені қопарып, астан-кестеңін шығарып кетіпті. Күйеуім жан ұшырып полицияға хабарлап, үйге ұры түсіп, үй иесін тұншықтырып өлтіріп кеткенін айтып жатты. Сұмдық, біздің елде осы ғой. Тірнектеп еңбек етсең, енді қызығын көрем дегенде, ұры қарының көзіне түседі. Заңы жоқ елде қарақшылар басынған заман болды. Содан полиция келді. Біз түнде ешқандай бөгде шу естілмегенін айттық. Үй сатып алайын деп жүрген айттыңыздар ма? Ішімнен мұның артында қара маклерлер тұрау. Мүмкін. Жаңа ауданы үй сатпақ болғандардың қатысы бар шығар. Кәрі әйелде ақша барын біліп, жоспар құрған болуы мүмкін деп болжап қоям. Күйеуім полицияға шешесінің жаңа үй сатып алу туралы ойын, бүгін барып сол үйді көрмекші болғанымызды айтты. Бірақ енем айтқан үй сатып алуға жинаған $200,000 ақша табылмады. Құжаттарының арасында банкте есепшот ашылғаны туралы келісім шартта болмады. Сіз ол ақшаны өз көзіңізбен көрдіңіз бе? Деп сұрады тергеуші. Анам өзінде сондай ақша барын айтқанда таңғалғаным рас. Бұл деген өте көп ақша ғой, бірақ өзім ол ақшаны көргем жоқ. 2-3 дүкені бар еді. Біраз жылдан бері тірнектеп жинап жүрсе керек деп жауап берді күйеуім. Тергеу 2 айға созылды. Бүкіл таныстарынан, үй сатпақ болған адамнан, дүкеншілерден жауап алды. Коммерциялық операцияларын тексерді. Бизнестегі серіктестерімен байланысты. Клиенттерімен қарым-қатынасы қалай болды, бәрін сұрастырды. Біреулерден күдіктенді, бірақ ақыр аяғында іс нәтиже бере қоймады. Сөйтіп, қашанғыдай істі жауып тастады десеңізші. Біздің бұл қалыпты жағдайға айналған. Ұстады ғой. Ұстады ма? Сауап болған. Полиция жараған екен. Манағыдай емес, көңілім жайланайын деді. Енді жанарды арақ ішеді демесең, сөзі дұрыс, түсінігі бар адамға ұқсаттым. Енемді өлік күйінде тауып алғаннан кейін 2 ай өткенде полиция бізді шақырды. Иә, сіздерді шақырғанда күдіктіні танисыздар ма деп сұраған шығар. Мен әңгімені жалғап, өзімше жан бермек болып жатырмын. Әрі қанша дегенмен газеттің адамымын ғой. Оқиғаның соңы не болды екен деген әуестік алып барады. Сөйтіп енеңізді өлтірген адам табылды ма? Дедім шыдамай. Адам өлтіргендер жазасын алу керек деп ішімнен кіжініп қоям. Жедел тергеушілер ұялы байланыс орталығынан телефон әңгімелерінің мәліметтерін сұратқан.
Қайтыс болған адамның жақындарының да телефон нөмірлерінің мәліметтерін түсіріп, пейлинг дерегін алған. Телефондардың сөндіріліп тұрса да, әр 12 секунд сайын пейлинг жасап тұратынын білетін бедің, мен иығымды қиқаң еткіздім. Пейлингтегі мәлімет күдіктінің түнгі сағат 3-те енемнің үйіне келіп, жарты сағаттан соң өзі тұратын қалаға кері шыққанын көрсетеді. Және ол кісіге шабуыл жасалып, қайтыс болған уақыты да сол кезге сәйкес келіп тұр. Сонда басқа қаладан келіп, жауыз. Тұра тұршы, сөзді бөле бермей. Әңгімешім қабағын шытынды. Мен жым болдым. Болды, енді жағаласпайын дедім өзіме ішімнен. Полицияны көрген бойда бейшара бұтына жібере қоя жаздапты. Осы кезде вагонда жарық өшті. Манадан бері баяу әндетіп тұрған музыкада тыншыды. Әйелдің әңгімесінен бе еснете берген ұйқым шайдай ашылып кетті. Екеуміз де қыбырсыз отырмыз. Ал енеңізді өлтірген ұры $200,000 қайтарып берді ме? Жоқ, ақша жоқ. Бәрін түгел жұмсап жібергені ме? Қысқа уақыттың ішінде қалай тез? Ақша ұрыда емес деймін. Журналистпін дейсің, өзің дымықпайды екенсің. Сонда ұры алмаған болса, ол ақша қайда кетеді? Сол ақшаның қалғаны қайда кеткенін қанша жылдан бері соны ойлаумен келем. Енеңізге шабуыл жасалған күні тағы біреу ұрлыққа түсуі мүмкін ғой. Киноларда болады, қылмыс жасалған кезде бір мезгілде 2 рет ұрлық болады, немесе бір адамды 2 рет өлтіріп кетеді. Шамасы, кешегі үй сатып алу туралы әңгімені біреу сыртта тұрып естіген болып тұр ғой. Сол кезде терезе ашық тұрған жоқ па еді? $200,000 да сол алған болып тұр деп білгішсіндім. Жанар есіне алды. Оған менің болжамым түк қызық емес екені көрініп тұр. Ал шынында үйде ешқандай $200,000 болған емес деді бір кезде самарқау үнмен. Қалай? Солай. Журналисей, сенде айран бар еді ғой, мұна күрешкеге құйшы. Мен айран асыр болған күйі, ол айран ішіп тауысқанша, ішімнен оқиғаның желісін болжамақ болғаныммен ойыма ештеңе келер емес. Түн ауғанда қарным да аша бастады. Мана көңіл күйім болмады да, үйден ала шыққан тамағымды шығармап едім. Ендігі ашып кеттім екен. Жанға қалып шақсам ба? Бір күні енемнің үйін жинап жатыр едім, деп жалғады сөзін ол. Шкаптағы киімдерді шығарып, ретімен қатарластыра жинап салдым. Енем көрсе қызар адам емес, барын ұқыптап киеді, қымбатын бірақ алады. Одан комодтың тартпаларындағы заттарды да шығарып, ішін сүртіп қайта реттедім. Орыннан қозғап, астындағы шаңын да сүрттім. Бір кезде астыңғы жағынан скотчпен жапсырған бір нәрсеге қолым тірелді. Осы күні скотч деген бір керемет зат болды ғой. Қолданбайтын жерің жоқ. Ту, мына елдің мылжыңын-ай, адам өстіп те әңгіме айта ма екен? Сағызша созып болды ғой, деп отырмын. Әлгі оралған болманың пішіні сабын тәрізді, бірақ жұмсақ. Әуестік билеп ашып қарасам, қағазға оралған ақша. Ақша болғанда $. Сен өзің $. Дегенді қолыңа ұстап көрдің бе? Жылтырап тұрады екен, исі де ерекше. Көрдім. Айлықтарыңды $мен аласыңдар ма? Мына ел мазақтап отырау, айлықты $мен алсам, мына күркілдеген пойызда нем бар? Мен ақшаны көргенде айқайлап жібере жаздадым. Есалаң болғандай, ақша тұрған жерді қайта қарадым. Комодтың сырт жағынан қарасаң, ештеңе білінбейді екен. Ал іш жағынан қарасаң, қатар тұрған 5 тартпаның 3-ші және 4-ші тартпасының арасына арнайы орын қалдырып, жасырған болып шықты. Ол әңгімесін кілт үзді де, жанында жатқан жастықты желкесіне қойып, аяғын созып жата кетті. Шамасы, отыра белі талған болу керек. Аяқ астынан табылған ақшаның тарихы қанша қызық болса да, мен де шаршап отыр едім. Үнсіз қалғанына қарап ұйқыға кеткен шығар дедім. Менің де әңгімеден өлген ештеңем жоқ. Жатып демалғаным дұрыс. Әрі темір тордың аржағынан оралған адамның сөзіне сенім бар ма? Манадан аузымды ашып тыңдап отырғаным рас па, өтірік пе, оны кім біледі? Купенің дермантинмен қапталған жұмсақ арқалығына басымды тіреп, қалғып бара жатқанымда оның даусынан селк еттім. Сен тергеу гипнозы дегенді білесің бе? Ол не? Өткенде біреулермен осы үшін таласып қалдық. Біздің тергеушілерге шетелдіктерге жету қайда? Олар тергеу гипнозын 40 жылдан бері қолданады дейді. Мен оған келіспеймін.
біздің тергеушілерді ақымақ дей алмайсың. Сондай гипнозды қалай жасайды? Кәдімгі экстрасенстер секілді ме? Қызықсың, полиция экстрасенс сияқты қолдарын сермелеп жатпайтын шығар. Бұрын естімегесін елестете алмай жатырмын. Ол деген қалай түсіндірсем екен? Әншейінде шала шарпы білген тықпалап, елді ығыр қылатын журналистерге менің түсіндіргенім ха-ха-ха. Оның журналистерді мұқатқан сайын соған рақаттанып күлетініне үйренейін дедім. Негізі тергеушінің алдында отырған күдікті бәрін айтпайды, сырын барынша жасырады. Оның жасырып отырған ақпаратын білу үшін жаңағы гипнозды қолданады екен. Шетелде адам миына энграмма енгізеді дейді. Энграмма әлде енграмма әлде басқаша аталама, әйтеуір сол кезде адамның жадындағы жасырған ақпаратты білу оңай. Бірақ бізде тергеушілердің өз әдістері жетеді. Тұра тұрыңызшы, сіз жаңа доллар туралы айтып жатқан сияқты едіңіз ғой. Тергеушіге қалай кетіп қалдық? Тыңдай берсейш, осы күні ойласам, бізге жақсы тергеуші тап болыпты. Демек, істі тәжірибелі тергеуші қараған ба? Неге міндетті түрде тәжірибелі болу керек? Жай айтам, әдетте маманның тәжірибесін бағалап жатады ғой? Жоқ, ол тергеуші жас жігіт. Енемнің өліміне қатысты істі қараған тергеушінің аты Руслан беді, ұмытайын деппін. Осылай отырғанда, мен Жанардың ешқандай мас еместігін анаған қара бастадым. Оның ішіп отырғанын көріп отырмын, бірақ қалай масаймайды? Әлде әйелдің өзін бақылауы соншалықты дамыған ба? Әлде манағы іштей сескенгенім, арасында ішімді мұздатқан әлде бір қорқынышым да жоғалып кеткендей, болмаса менің өзіме осының бәрі қалыпты көріне бастады ма? Шаршағаннан басым ауырлай бастады. Бірақ көршім сергек, қараңғы жерде оның кірпігін көріп отырмасам да, сол кірпіктердің бір қағылмай, кішкене қой көздердің мен жаққа тесіле қарап отырғанын шамалаймын. Сонымен доллар тауып алдыңыз, ақша енеңіздікі ғой. Тыңдасайш, не деген шыдамсызсың? Содан таңғалсымда шек болсашы. Енем осынша ақшасы бары туралы айтпаған нес, күйеуімнің мемлекеттік қызметтен табатыны ештеңеге жетпейтінін, мұздатқыш пен теледидарды несиеге алғанымызды білсе де, еш уақытта ақшалай көмектескен емес. Біз бөтеніміз бе? Бізде неге жасырған? Осынша ақшаны не істемек деп, ішімне өкпелеп тұрсам да, күйеуіме ақша туралы айтқаным жоқ. Бір аптадан соң тағы да үй жинаған кезде әлгі орауды жазып, ішіне $100 алдым. Қорқа соқтасам да, сол ақшаға өзіме бірдеңелер сатып алғаным есімде. Одан кейін де бірнеше рет $100 суырып кеттім. Сонда енеңіздің ақшасын ұрлап жүрсіз бе, ұят емес пе? Сөзді бөлме, ал енем ештеңе байқайтын емес. Менің де ақша алуым жиіледі. Арасында байқастап, ол кісінің қас-қабағына сыраңдып қоям. Енді комодта жасырылған осы ақша жатсам да тұрсам да мазамды алды. Ақыры бір күні $100 бірнеше қайтара ксерекстен өткізіп шығарып, тастайғылы орнына салып қойдым. Бір қарағанда $200,000 ксерекс екенін ешкім айыра алмастай. Мәссаған, бүкіл ақша жай көшірме болып қалды ма? Әлгі ақша қалай болып кетті өзі? Сіз алып кеттіңіз бе бәрін? Иә, мен өзіме алып кеткен ақшаны қалағанымша жаратып жүрдім. Бірақ ешкімге сезік тудырмас үшін жарқыратып, киімне әшекей алған емеспін. Құрбылармен кафеге барғаным, салонға барғаным, тәттілер алып жегенім болмаса, көзге түсетіндей сауда жасағам жоқ. Ал содан маған бұл бас қатырғыш әңгіме енді қызық көріне бастады. Көзіңе тура қарағанда, қарашығыңда бүккен сырыңмен бірге оқып үлгеретін, күдіктінің ішкі әлеміне ене алатын тергеушінің аты Руслан беді. Әйел өзінен өзі сұрағандай, мен қыбырсыз отырмын. Ұйқым да әбден ашылған. Руслан ғой, жас жігіт дегенмен ол адамды жақсы алдайды. Дұрыс қой, жақсы тергеуші ең бірінші алдай білу керек. Алдағаны қалай, кімді алдайды? Өзің дымға түсінбейді екенсің, журналистпін деп қоясың. Мысалы, бір тергеуші бар, алады да күдіктіні қорқыта бастайды. Оның алдында айыпкер не қорққаннан өзі жасамаған істі мойнына алады, не арбасып психологиялық қорғанысқа көшеді. Бір жағынан тергеушілерге де оңай емес, өмірден ала алмай қалған ақысының бәрін өндіріп алғысы келгендей шүйлігіп, қашан мойнына қойып бергенше қанды ішіп,
Ал енді біреуі іші бауырына кіреді, жаны ашыған сияқты болып сөйлеседі. Тіпті саған осы тығырықтан шығудың жолдарын ұсынады. Қойшы, оның бәрін неге айтып отырмын мыжып? Бәрі бір-бірін алдайды. Тіпті тергеуші де алдап түсіреді. Оны қалай деуші едім? Тактика дейді өздері. Білмейтін адамдарға айыптау туралы заңның өзі қорқынышты емес пе? Мысалы, өзі қорқып отырған адамға қылмысын мойындату үшін қылмыстық кодекстің 5 бабы бойынша айып тағу. Осы кезде әйел оқыс күліп жіберді. Қараңғы жердегі күлкі қорқынышты еді. Өз кінәңізді мойындасаңыз, іс сотқа жетпейді. Болмаса айыппұлмен немесе шартты түрде бас бостандығынан айырумен шектелуге болады десе, ештеңеден ұстатпаймын деп отырған адам өзіне тағылған айыптың ең жеңілдеуін мойындауы мүмкін. Ары қарай өзін-өзі ұстап бергенін байқамай қалады. Жақсы тергеушілерді жек көрем. Олардың сотқа берген кепілдіктері түкке де тұрмайды. Өйткені прокурор айыптауды қолдайды, ал сот үкім шығарады. Келіншектің тергеушілер туралы айтқаны ептеп таңғалдырғаны рас. Тіпті кей кездері көңілге қонатындай. Ондай тосын ойды қанша рет сұхбат алып жүріп те естімегенімді мойындаймын. Түрме көрген адамдар заң законды бір адамдай біледі десе, өлсем сенбес едім. Дегенмен бұл маған іш пыстырарлық болып көрінді. Оның үстіне әңгіменің соңына жеткенше шыдам таусылып барады. Жақсы тергеушіні неге жек көресіз? Ол бәрін біліп қойды ғой. Нені? Әйел осы кезде орнынан дыбыссыз ұшып түрегелгенде қараңғы жерде маған қарсы ұмтылғандай көрініп, бір түрлі болып кеткенім-ай. Сөйтсем, ол менің тұсымда ілулі тұрған жеңіл күртесінің қалтасынан бір қорап темекісін алмақшы екен. Қалтасынан оттық алып, темекісін тұтатқанда бет-аузы нарт қызыл болып көрінді. Енем келіп, түскі ас үстінде жаңа үй сатып алатынын, $200,000 ақшасы да дайын екенін айтқанда, менің жүрегім тоқтап қала жаздады. Ұрлығым ашылып қалғанда не болатынын ойша елестетіп, жаным шырқырап кетті. Зәрем ұшқан күйі кеште күйеуімнің шайына ұйықтататын дәрі салып бердім де, немере інішегіме телефон шалдым. Осындай жоспар бар, тез жет. Немене? Әңгіменің ауаны қалай өзгеріп бара жатқанын аңғарып, осы сәтте ышқындым ба, даусы қатты шығып кеткенін өзімде байқамадым. Сонда сіз енеңізді өлтіруге тапсырыс бергенсіз бе? Тыз, не айқайлайсың? Ұйықтап жатыр емес пе? Тыныш тыңдауға болмай ма? Әйел менің өзіме дүрсе қоя берді де, өзі енді сыбырлай сөйледі. Ол сөйлеген сайын қалтырап тоңа бастадым. Өзім қалтырап отырып, оның енесін көз алдыма елестетпекші болдым. Байғұс-ай, қандай адам екен. Жаңа ғана келіні оны дүкен ұстаған еңбекқор демеп пе еді? Үйін жайнатып қойған талғамы жақсы деді. Киімді үйлестіріп киетінін айтты. Немересін еркелетіп, тапқан таянғанын жинап, ұлы мен келінін қолына алып, бірге тұрмақ болған ана, сормаңдай әйел. Сондай адамға да опасыздық жасауға бола ма? Басым дыңылдап кеттім-ау. Әлде мына әйел осының бәрін ойдан шығарып отыр ма? Шынында да шын сөзі қайсы, өтірігі қайсы екенін айырып болмайтын суайт адамдар да болады. Мына әйел де тар жерде өзінше ермек тауып, менің жүйкеммен ойнап отыруы мүмкін ғой. Ана ақша десе кісі өлтіретін туыс інім, менің бар алғаным $1300. Әпкем одан артық төлеген жоқ. Мен тапсырысты орындап, шығып келе жатқанда есік табалдырығына қалдырғаны сол ғана, басқа ақша көрмедім деп жауап беріпті. Тергеуші менен қалған ақшаның қайда екенін сұрады. Қымбат алтын не бірлен сатып алмағаныма, шет елге шықпағаныма сендіре алсамшы. Тіпті қауіпсіздік комитеті, жемқорлыққа қарсы агенттік дейме, солар қатысып, мен сектада тұрам ба, болмаса үшінші біреу қысым жасап, ақшаны соған бердім бе, бәрін қалдырмай тексеріп, итімді шығарды. Қараңғы жерде сыбырлай сөйлеген әйелдің түрмеде отырып келгені, өзінің туған енесінің көзін құртуға тапсырыс беріп, күйеуінің анасын өлтіріскені санама жеткен бойда бойымды билеп алған қорқынышым ұлғайып бара жатты. Жол серіктің есігін қағып, таң атқанша соның бөлмесінде бола тұрған дұрыс. Өз енесіне сондай қастық еткен адамнан бәрін күтуге болар. Темір тордың аржағында отырып, санасы, ойы, жүйкесі бұзылған адамның есі
дұрыс болмауы да мүмкін. Менің бір қылығым, не сөзім ұнамай қалып, түн ішінде қылғындырса қайтем, менің ішім манағыдан да тоңазып қалтырай бастады. Қайдан тап болғанымды көрмеймісің? Журналистпін деп нем бар еді? Орнымнан тұрып сипалап, аяқ киімді іздедім. Жол серіктен бос орын сұрап көрем. Қайда барасың? Әжетханаға. Қой, деді ол қараңғыда мырсылдай күліп. Осы сәтте ол көзіме қорқынышты кинолардағы сиқыршы мыстан болып елестедім-ау. Әжетханаға барып келейін қазір. Отыр, ешқайда бармайсың, деді ол қатуланып. Сөздер оның тістерінің арасынан ысылдай естілді. Журналистпін дейсің, қорқақ екенсің ғой. Қорқып жатқам жоқ, кімнен қорқам? Қоя берші, сендім. Ар жағын тыңдамайсың ба? Сонымен мен сотталып кеттім. 17 жыл берді. Ана сұмырайға 20 жыл. Осы жылдар ішінде сол $200,000 қалған ақша қайда кетті, кім алуы мүмкін деп ойланумен болдым. Сонда сіз істегенсіз бе, өкінбейсіз бе? Енеңіздің не жазығы бар? Ана жігітте босқа сотталып кетті. Енем, кейде өкінішіңді біреуге айтқың келеді екен. Медициналық сараптамада ол кісінің сырқат екені анықталды. Онсыз да көп күні қалмаған екен ғой, бейшара енемнің. Осы кезде әйелдің даусы өзгеріп, танауы бітіп, тамағын жөткіріне бергенін байқадым. Ал ана жігіттің өзіне сол керек. Оны тыңдағаным бекер емес еді. Осы жоспарымда айтқанда, ол тіпті шошыған да жоқ. Мен де толқып, қалай қабылдайды, біреуге айтып қойып масқара болам ба деп ойлаған емеспін. Себебі мен оның қаныпезерлігіне сендім. Оның адам ретінде құны жоқ екенін, біреуге қастық қылу керек болса, шімірікпейтінін ішкі түйсікпен сезетінмін. Ал былай қарасаң, тып-тыныш, өзімен өзі жүрген адам. Тіпті тышқанның мұрнын қанататын адамға ұқсамайды ол. Бірақ бала кезде оның өз бетіме жүрген ит пен мысықты ұстап алып, асып ойнайтын талай көргем. Өзі соған қарап тұратын. Сол кезде көзінде бір масайраған, әлде бір жеңіске жеткендей сәтті қуаныштың ұшқынын байқайтынмын. Бала кезінде әкесінен, оның інілерінен көп зәбір көрген бала ғой. Ақыры боларыс болды ғой. Менің қате жасағаным сол сүмелекті шақырмай-ақ парафиликтермен келсуге де болады екен ғой. Көзің бақырайып, парафилик деген не екен деп ойлап отырсың ба? Ол танымайтын адамды ұрып-соғып, зорлап, өлтіріп кететін, содан ләззат алатын адам. Сендер журналистер оларды көше бұзақылар деп жазасыздар. Сендерге салса бәрі жай ғана ергіп жүрген бұзақы. Дымды да білмейсіңдер ғой сендер. Титтей де қайраты жоқ, қауқарсыз ашудан басым ауыр тартып, шекем солқылдай бастады. Ол ақшаның бәрі жұмсалуы мүмкін емес. Меніңше оны біреу алды. Бірақ кім екенін білмеймін, деді әйел ұйықтап бара жатып. Апырай, мына әйел жасаған қылмысы үшін еш өкінбейтіні ме? Осыншалық залым адамдарды да Құдай жаратады-ау. Жоғарыдағы орныма көтерілуге бұдан әрі зауқым соқпады. Егер қазір жатсам, ұйықтап қалатыным анық. Мынадай адамның қасында ұйықтауға болмайды. Мынадай адамның қасында түні бойы отырып, бір ауаны жұтқанның өзін айтсайшы. Қарадан қарап жүрегім айнып, енді болмаса лоқсып жіберетін сияқтымын. Уланып қалдым ба? Пысылдап ұйықтап кеткен әйелдің кешеден ішкен арағы көмейіне сасыған жуынды болып қайта шығып, бөлмені күлімсі иіс шайлап алған еді. Сыбдырсыз қозғалып дәлізге шықтым. Бұл жер әлдеқайда жақсырақ екен. Терезеден қарауытқан дала жанды құлазытардай көңілсіз, көне болып көрінді. Қаба сақал еркек қасымнан өтіп бара жатып, әлдене дегендей болды. Тезірек таң атса екен. Соны Аяконың «Синева небес» кітабы туралы ойладым. Қылмыскер өзіне ұнамаған адамдарды түрлі амал-айламен бір-бірлеп жоқ қылып отырады. Және ол мұны қылмыс деп есептемейді. Керісінше, қоғамды нашар адамдардан тазартып жатырмын деп ойлайды. Өзі осы ойының дұрыстығына еш күмәнданбайды. Шынында, сол құрбандардың арасында сот жазасынан тайқып кеткендері де, жазықсыздары да бар еді. Авторлар осындай кітапты не мақсатта жазады екен? Қылмысты көбейту үшін бе? Әлде адамдар жауыздықтан сақтану үшін бе? Егер мен осы пойыздағы мазасыз түн туралы жазасын өтеп шыққан әйелдің айтқанын жазсам, нені мақсат етер едім? Бір рет қана оқылатын әңгіме болып
қалатын болса, оны жазудың не қажеті бар? Бұдан әрі мен уақыт өткізу үшін әйелдің айтқандарын қайыра еске түсірдім. Бір сәт оның әңгімесі түп-түгел өтірік сияқты көрінді. Есі дұрыс адам күйеуінің шешесіне сондай сатқындық, опасыздық жасай ма? Сөзіне қарасаң, енесімен тату болғандай, әй өтірік шығар. Бірақ купеге кіргеннен қарап отырғаны, сені бір жерден көрдім деп сендіргені таңғаларлық. Бірнеше жыл бұрын республикадағы бірнеше түзету мекемесіне іссапармен барған едік. Біз барғанда Петропавлдағы түзеу мекемесінде алтын күз мерекесі өтіп жатқан. Өз үйінде баласының сабағын қарап, күйеуіне шай құйып отыруға тиіс әйелдердің түрме сахнасында мәз-мейрам болып ән салып билегенін көріп, жүрегім сазып кеткен. Іс тігіп, тапқан айлығынан жәбірленуші алдындағы өтемақысын өтеп жатқан әйелдердің арасында мас күйде қызына ерегесіп, туған жиенін отқа салып өртеп жіберген кемпір де болған. Мойнына ақша мініп, сол ақшадан пайда көрмей, жазасын өтеп жатқандарда мас болып сабайтын күйеуіне 20 жыл шыдап келіп, ең соңында ашу үстінде оны өлтіріп алған әйелдердің бірнешеуімен сөйлесуге рұқсат берілген. Олардың көзіндегі еш уақытта айықпас өкініш көріп, қылмыскер болса да тезірек босап шығып, балалармен қауышса екен дейсің. Бірақ солардың арасында бидай өңді, көзінің асты көгіс тартқан осы әйелді көрген-көрмегенім есімде қалмапты. Мұндай адамдардың есте қалмағанында жақсы. Таң бозара бастағанда жолсеріктің орнының бергі жағындағы купе ашылып, әуелі қапайған қарын көрініп, артынша жалтыраған бас шықты. Ер адам күркілдеп жөтеле береді. Әдетте мұрнын құрт жегендер ерте тұрады ғой. Тәлтіректеп басып, тамбурға беттеген оның ізінен шылымның иісі келіп жатты. Енді бірер сағатта Алматыға да жетеміз деп қуандым. Пойыз рельсті ұрғылаған сайын жүрегімде қаттырақ соғатын секілді.